Бұл енді әрдайым жұмыртқа сатып алушыларға қатысты. Біреу тамаққа алады, біреуі жұмыртқаны бастыруға алады деген сияқты себептермен. Свежий жұмыртқаны анықтау үшін бір әдісі бар екен. Мен оны суға салған кезде батып кетсе, бұл свежий деген, өте свежий деген сияқты. Орташасы енді орташа деңгейде деген сөз да. Судың бетінде қалқып тұрса, бұл өте просрочный, нашар болмайды деген мағына береді дейді. Енді білмеймін мен оны. Менің анық білетін бір әдісім бар, оны авоскопия дейді. Осы видеоның соңында бір көрсетем. Міне суға салып жатыр қазір. Бұл свежий. Өйткені мына доғал жағында, үшкір жақ доғал жағы бар. Тупой конец деп айтады. Жоғана доғал жағын. Сонда ауа камерасы болады оның ішінде. Ауа камерасы деген қаншалықты кішкентай болса, ол соншалықты свежий деген мағына біледі. Міне жұмыртқамыз домашний, таза. Сары несі. Ақуыз, сосын сарысы кәдімгідей сап-сары домашний үй жағдайында. Свежий. Манағы айтатын болсақ, манағы жерде ауа камерасы қаншалықты үлкен болса, яғни жұмыртқаның 1/3 алып тұрса, ол деген свежий емес деген сөз. Бос кеңістікті алып тұрса, ол сондықтан оның жұмыртқаның ішінде ауа кеңістігі үлкен болғандықтан судың бетінде қалқып тұрды. Міне, мынау жұмыртқа свежий, кішкентай. Осындай болып тұру керек. Осындай болып кішкентай болып тұру керек. Ауа камерасы деп тұр, сары. Бұл ауа камерасы кішкентай болса, соншалықты бұл свежий. Бұл сарысы қаншалықты үлкен болса, жұмыртқаның 1/3 тіпті тең жартысын алып жатса, бұл болмайды.